Армысыздар, құрметті Қазақстан ұлттық арнасы көрермендері, құрметті футбол жанкүйерлері. Арнамыздың эфирінде тағда футбол. Астана футбол клубы сырт алаңда Партизаниға қарсы ойын өткізеді. Өте маңызды ойын, өйткені бұл ойынның жалпы нәтижесі Астананың ары қарай Еврокубоктарға өтетін өтпейтіндігіне байланысты. Яғни бірінші ойын қорытындысы бойынша Астана 1-0 есебімен жеңген болатын Партизаниді, яғни дегенмен бұл кезеңде, турнирдің дәл осы кезеңінде ойындар 90 минут емес 180 минутқа жалғасады. Енді қалған екінші 90 минутта Астана жеңіске жететін болса, ары қарай конференция лигасының топтық кезеңіне жолдама алады. Партизани командасының жанкүйерлері, міне экрандарыңызда, бұл команда үйдегі, өзінің негізгі үйдегі стадионында ойнамайды бүгін. Бізде кездесу басталды. Саралап, сайлап алдырған Маричкин бар командада. Осы қорғаушыларға сенеді. Жеңісті есеп сақтап қалу үшін ойнайды дегенге сену қиын. Дегенмен алғашқы 15 минутта Партизанидың шабуылдайтынын болжау қиын емес еді. Міне 7-ші минутта өте қауіпті шабуыл ұйымдастырады. Партизани сізбен бізге жақсы таныс болған Давид Атанасковский Шахтер сапында ойнады деп әріптесім жоғарыда айтып өтті. Бұл ойыншыны Қазақстан біріншілігімен, жалпы Астана футбол клубымен жақсы таныс болған ойыншы. Дәл осылай споршыға тепкен еді, барын салып. Қақпашының шеберлігі, не айтамыз, тура қақпаға қарай ұшып бара жатқан бұл. Дәл осылай міне чемпиондық, яғни атақты сақтап қала алмайтындай көрінеді қазір турнир кестесіне зер салатын болсақ. Дегенмен маусымға қойған мақсат, басты мақсат конференция лигасына шығу емес пе қазір Марин Томасов. Қорғаушылардың қателігін пайдалана алмады. Жаңағы шабуылды қайталап көрейік. Бірін-біріне сеніп қалды. Партизани командасының екі орталық қорғаушысы және Марин Томасовқа тегін келді деп айтсақ келетін шығар, бұл мүмкіндік. Найнасқа тік қасық. Өкінішке қарай Марин Томасов тепкен доп қақпаның бағанасына тиді. Партизанидің ұмтылысы, осал тұстары бар, қарымта шабуылдан ұстауға болады. Қазір Партизани шабуылы соққы. Йосиф Чондрич қайтарды. Допты тепкен Теди Цара болатын. Бұрыштама Партизани командасы үшін. Бұл жерде енді Партизани ойыншысы да бір ғана әрекетпен, бір ғана қимылмен Камо Аганесянды қапыда қалдырды. Вараговский топтан айырылды. Еуропада доп тепкен қазақ Вараговский. Жағымсыз соққы қақпашы үшін. Бұрыштама бағыт өзгеріп кетті доптың. Александр Маричкиннің аяғына тиіп кеткен. Өте жылдам ойыншы. Аганесян жақсы біледі. Астана жанкүйерлері. Ұштама! Есеп ашылды. 25-ші минутта Партизани командасы есепте алға шықты. Олар шабуылдады. 25 минут көлемінде бұған дейінде өте қауіпті шабуылдар болған еді. Дегенмен Астана стандарт кезінде допты өткізіп алды. Чондричті айыптау қиын бұл жерде. Ал есепті ашқан Арканш Бенсука. Есеп 1-0 Партизани командасының пайдасына. Бұрыштама 25-ші минутта алаң қожайындары осылайша өз дегеніне жетті. Шабуылшы Арканш Бенсука қанжығасын майлады. Лончар. Алда әлі Қазақстан құрамасының ойындары бар. Қайратқа қарсы ойынға қатыспады. Қапталмен қазір Астана командасының шабуылы соққы! Тембо Дарбо! Қақпашы өзде аңтан қазір Пано Чирко.
Қандай ғаламат пас, қалай тоқтатты мына жерде Марин Томасов. Марин Томасовты мақтай береміз ғой деймін арға. Біз мақтаған едік, өте керемет ойнады. Осы жерде осылай жалғастыра берсе деген тілек бар. Негізі Дембо Дарбо да негізі жақсы тепкен болады. Жақсы тепті, бірақ жол болмайтын ойыншы секілді, осы Дембо Дарбо. Екінші тайм басталды. Командалар құрамында ешқандай да өзгеріс жоқ. Дембо Дарбо әлі де алаңда. Біз Абат Айымбетовтың алаңға шығуын күтеміз. Қарсылас тың бәрібір. Маусым енді басталып жатыр. Бұл жалпы команда үшін Албания чемпионатының бірінші тур ойындары ғана өткізілді. Томасов есеп теңесті 1-1. Жоғарда айтты қой, Марин Томасовты мақтасақ жақсы ойнайды деп. Міне, біз мақтаған Марин есепті теңестірді. Марин Томасов мергендігімен көзге түсті. 47-ші минут қапталдан ұйымдастырылған шабуыл. Ян Вараговский міне қайталау сәті пасты шығарып берді. Томасов қарсыластан биік секірді де таразы басын теңестірді. Жаңағы сәт Дембо Дарбо қайтарып берді. Ян Вараговскийға әуелете асырылған пас. Марин Томасов мергендігімен көзге түсті. Бонг әдем айналып өтті. Жерлете асырылған пас. Айбалаңырау және Марычкин Александр. Андай керемет мүмкіндік қайтарып үйреніп қалған. Марычкин сон білген секілді жаңағы бір сәтте сұрастырып анық-қанығын. Айбаланға Рапайдың асырған добы баспен қайтару керек ортаға Дембо Дарбо. Допты алаңнан шығарып жіберді Йосиф Чондрич. Марин Томасов! Марин тартып алды! Томасов! Және қандай мүмкіндік! Марин. Қақпашы да жарақат алып жатыр. Марин де жасыл алаңда. Осы жерде мәселені шешетіндей болды ғой. Бірақ Марин Томасов пайдалана алмады. Қараңыздар, қақпашыдан өтті. Қорғаушы кедергі жасады. Мариннің тепкені маңдайшаға тиді. Мүмкін вар жүйесіне жүгінер қазір төрешілер, өйткені қорғаушы сәл қопал ойнағанын көрдік. Томасов тепкеннен кейін ғой бұл жерде Марин. Қақпаның маңдайшасына да тигізді бүгін, бағанасына да тигізді қақпаның. Гол да салды. Бәрін көрді. Естемеді шабылды. Бәрін көрді. Міне, осы бір жерден тағы да көруімізге болады. Теуіп қойғаннан кейін ереже бұзылған, сондықтан қайталау қарамайтын шығар. Осылай. Ян да шаршады. Тимур Досмағамбетовті еске аламыз ғой бұндай кезде. Давид Атанасковский. Айбаланға асырылған пас. Баспен соққы. Чондрич қайтарды. Александр Марычкин. Алға қарай 5 минут аяқталды ғой. Төреші қосып берген. Доп қақпашыға қарай. Абат қысым жасай бер. Қақпашы баспен ойнады. Түркия елінің төрешісі сөйтіп әлі де ойнауға мүмкіндік беріп жатыр. Айбаланға асырылған пас. Марычкин қайтарды. Және Жарко Томашевич допты алаңнан шығарды. Матч аяқталды. Астана конференция лигасының топтық кезеңінде. Ардақтағы ағайынды құттықтаймыз. Араға 4 жыл салып Еуро маусымға қайта оралған Астана командасын және қазақстандық барша жанкүйерлерді құттықтаймыз. Өйткені Қазақстан атынан Еуро маусымға шыққан жалғыз команда Астана футбол клубы. Құрметті достар, мен Уәлихан Қосанбай, әріптесім Олжас Байбосын, сіздермен бірге ұлттық арнаның тікелей эфирінде бұл кездесуді тамашалаған. Ардақтағы ағайын амандықта жолыққанша сау болыңыздар.